Google Classroom'да курс ашу үшін бірінші Play Market'тен Classroom'ды жүктеп аласыздар. Міне менде төменгі жақта Classroom жүктелген. Жүктелген Classroom'ды ашасыздар. Мұнда сіздер өздеріңіздің жаңадан ашқан аккаунттарыңыз арқылы кіресіздер. Classroom'ға міне кіресіздер. Кіргеннен кейін сіздерде мынандай бет ашылады. Осы жерде төменгі жақ, оң жақ бұрышында плюс таңбасы тұр. Сол плюске басатын болсаңыздар, создать курс батырмасына басасыздар. Так, продолжить. Курстың аты, название курса. Мен мысалы қазір жазамын математика 5-ші В. В. Қалған раздел, аудитория, предмет дегендерді жазбай ақ та қоюға болады. Так, создать. Так, міне менде мынандай курстар ашылған. 5-ші В математика. Оның іші әзірге бос, оқушылар әлі тіркелмеген. Вот 5-ші В-ға басамын. Төменде менде лента, задание, пользователи деген 3 батырма тұр. Вот лентаға басқаннан кейін оң жақ жоғарғы бұрышында настройка бар. Соған кірсеңіздер, міне курстың аты, основная информация төменгі жағында код курса берілген. Бұл код курса арқылы оқушылар осы сіздердің ашқан курстарыңызға тіркеле алады. Код курсаның үстінен басамыз. Код курса скопирован міне. Осы көшірген код курсаны WhatsApp-тағы группаларыңыз арқылы оқушыларға жіберіп, оқушылар осы код арқылы сіздердің курстарыңызға тіркеле алады. Так, әрі қарай. Екінші батырма задание. Бұл жерде әзірге бос. Мына плюс батырмасын басу арқылы сіздер тапсырмаларыңызды, сұрақтарыңызды, өздеріңізде қандайды бір материалдарыңызды осы жерге жүктей аласыздар. Так, әрі қарай. Пользователь. Міне бұл жерде пользовательдер жаңағы сіз жіберген код арқылы оқушылар осы жерге өздері тіркеле алады. Так, әрі қарай міне көрсетейін қазір 9-шы А алгебра. Міне мына жерде менде пользователи дегенге басқан кезде бір оқушы тіркелген. Сол сияқты сыныптағы барлық оқушылар осы жерге тіркелу қажет.